Армысыздар, Наргизкен арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен Айдын. Бүгінгі біздің бейне сабағымызда біз өте бір пайдалы бағдарламаға арнайтын боламыз. Ол бағдарлама IVSoft Free Video Converter деп аталады. Бұл бағдарлама арқылы кез келген форматтан кез келген форматқа видеоны конверте аласыздар, скриншот түсіре аласыздар. Одан кейінгі GIF анимация жасай аласыздар. Осы GIF анимациямен біз етене таныса кетсек. Біріншіден, GIF анимация жасау үшін бізге Camtasia Studio арқылы видеоны кесіп аламыз. Бізге керек видеоны кесіп аламыз. Camtasia Studio'ны пайдаланбай ақ та істеуге болады. Ол үшін Add видеоны басамыз. Керекті видеоны. Одан кейінгі Edit батырмасын басамыз. Edit батырмасын басамызда мінекей қай аралықпен қай аралығын кесетінімізді осы жерден біліп аламыз. Бірақ маған бұл онша ұнамады, бұл функциясы. Минут секундтарын тура біле алмайсың, қиын екен. Сол себептен Camtasia арқылы мысалы мен керек видеоның керекті минуттарын өзім таңдап аламын, әдемілеп тұрып, жақындатып тұрып. Сөйтіп кесіп, қай жері қызық болды, сол жерін кесіп дайындап аламын. Сөйтіп осы жаққа саламын. Менде мына жақта дайын видеолар бар, соларды жүктейтін боламын қазір. Мысалы мінекей мынау бәрімізге таныс, мынаны білеміз мінекей. Мінекей көрейік осыны. Бәріміз білетін шығармыз бұны. Осы бізде қазір MP4 форматында тұр. Осыны біз енді GIF форматқа ауыстыруымыз керек. Сонымен достар, GIF анимация дегеніміз не? Жалпы соған тоқтала кетейік. Мен оны айтуды ұмытып кеттім. GIF анимация дегеніміз мынандай болады мінекей. Қазір таңда осы VK сайтында смайликтардың орнына қолданылады. Мысалы, эмоцияны білдіру үшін осы GIF анимация қолданасыз. Мысалы, күлкілі бір жағдай болса, аласыз да, мысалы, мынандай GIF анимация қоясыз, мысалы. Тағы да басқа да. Ал енді достар, жаңағы таңдадық видеоны, енді аламыз да профильға кіріп, Flash Video and Picture деген таңдаймыз, осы GIF анимацияны таңдаймыз. Сөйтіп, мынаны аламыз да стартты басамыз. Ұзақ уақыт болмайды, ары кетсе. 3-4 секунд, бітті. GIF анимацияға айналды. Енді оны білу үшін біз мына жерді басамыз, қыстыру, құжатты қыстырамыз қазір. Жаңағы қаяқта мінекей міне GIF анимация форматына жүктелді. Ал енді мінекей басып көреміз. Байқағандарыңыздай GIF анимация бізде шықты. Сонымен достар, айта кетерлігі, бірінші барасыздар да Camtasia Studio'дан әдемілеп тұрып, қай минуттан қай минут екен аралығын кесіп аласыздар, сақтайсыздар да, мына жерге әкеп, сол видеоны қосып, профиль, Flash Video and Picture, одан GIF анимация деген басасыздар. Болды, еш қиындық жоқ. Бағдарламаны жабамыз. Ал бағдарламаға сілтеме астына орналастыратын боламын. Сонымен келесі бейне сабақтарымызда жүздескенше аман сау болыңыздар.